Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз балықты ерекше етіп қуыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде мен рецептімен қуырып көріңіздер. Менің балығым карас балығы, шағын ғана балық болса да өте дәмді болып шықты. Балдар бір түйірде қалдырмай жеп қойды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқамызды әбден араластырып, жарты шай қасық тұзымызды салып, оған 1 қасық ұнымыз салып, әбден араластыратын боламыз. Менде видеода шамалы ұн көптеу салынып кеткен. 1 қасық ұн салсаңыздар жарайды. 1 қасық ұн салсаңыздар балығымыз әдемі болып шығатын болады. Осылайша барлығын жұмыртқамызды әбден араластырып алатын боламыз. Комочка қалмауы қажет. Балықтарымызды осылайша турап дайындап алатын боламыз. Менікі шағын балық болғандықтан 3 бөлікке бөлдім. Балығым алдын ала тұз алған. Міндетті түрде қуырардан алдын 2 сағат бұрын тұзап қойсаңыз әдемі шығатын болады. Балыққа тұз сіңіп, менде тұз сіңіп тұр осы кезде. Осылайша балықтарымыз турап алған соң жағы ұнымызға, жұмыртқа мен ұнымызға осылай салып алатын боламыз. Осы кезде менде қазанда майым қызып тұр. Қызып тұрған майға қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Мінекей, қызып тұрған майға отыңыз қатты болмауы қажет. Шамалы орташа деңгейден жоғары отта пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі шығатын болады дәмі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жай ғана ұнға ұнатып қуырғаннан осылай қуырсаңыз балығыңыздың дәмі ерекше болып шығатын болады. Мінекей, балығымыз дайын. Осылайша балығымыз әдемі болып шығады. Дәмі тіл үйіретін болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видео рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліңіздер.